Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода біз чебуреки жасайтын боламыз. Өте сочный және де қытырлақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамы үшін бізге ұн, 1 шай қасық тұз, сұйық май және де қайнап тұрған ыстық су қажет болады. Ұнымызды таза мискаға саламыз. Ыстық суымызға тұзымызды салып, ерігенше араластырамыз. Суды ұнның ортасына құйып, үстінен сұйық май құямыз, және де қасықпен жақсылап араластырып аламыз, себебі су ыстық. Одан кейін қолымызбен қамыр елейміз. Осындай жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын қамыр шығады. Қамырымызды целлофанға салып, салмасын дайындағанша қойып қоямыз. Салмасына бізге ет және де 2 дана жуа қажет. Жуамызды түрпішті етіп дайындап, ет тартқыштан етпен бірге тартып аламыз. Дайын болған фаршымыздың үстіне тұз және де дәміне қарай бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Сулы болу үшін үстіне су қосып, қайтадан араластырамыз. Бізде осындай сулы фарш шығады. Қамырымызды бөлуге ыңғайлы болу үшін осылай колбаска етіп аламыз. Және де өзімізге ыңғайлы мөлшерде көзбен немесе таразының көмегімен бөліп аламыз. Мен таразының көмегімен 50 граммнан бөліп алдым. Құрметті көрермендер, осындай қазақ тілді каналдың кеңінен дамуына кішкене болсын өз үлесіңізді қосып, осы видеоны лайк басып, комментарий бөлімінде пікіріңізді жаза кетіңіз. Ал егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Енді осы бөліктеріміздің барлығын домалақ етіп жасап аламыз. Және де бетін кеуіп қалмас үшін орамалмен жауып қоямыз. Енді шетінен алып отырып, кішкене ұн себелеп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Енді осы жайылған қамырдың үстіне салмамызды, етімізді салып аламыз. Және де ортасы дұрыс пісу үшін міндетті түрде қасықтың көмегімен осылайынан жайып шығамыз, жұқартып. Шеттерін жақсылап қысамыз. Ашылып кетпеу үшін қуырылып жатқан кезде. Және де шанышқының көмегімен осылай әдемілік үшін де, жақсылап қысылу үшін де, осылай шанышқының көмегімен видеода көрсетіліп тұрғандай басып шығамыз жиектерін. Енді қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Майымыз орташа қызу керек. Яғни менде ең жоғарғы 6 болса, мен 4-те пісіремін. Екі жағы қызарғаннан кейін қағаз салфеткаға түсіріп аламыз. Осымен чебуректеріміз дайын, өте жұмсақ, хрустящий және де іші сулы болып, осындай сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.